Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Асия. Бүгін қазақтың дәстүрлі тағамдарының бірі наурыз көже жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап отырыңыздар. Наурыз мейрамы ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау мейрамы болып есептеледі. Наурыз бұл көне мейрам. Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі халықтарының көпшілігінің тұрмыс салтындағы бағзы замандардан орын алған. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлыс күні жыл басы саналған. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, киелі саналған. Халық таза, жаңа киімдерін киген. Ең алдымен қазанымызға салқын суымызды құйып, етімізді салып, және осы қайнағанын күтеміз. Қайнағаннан кейін бетіндегі көбігін тазартып, тұзымызды салып, 2 сағат көлемінде қайнатамыз. Ал дәндерімізді алдын ала 6 сағат бұрын осындай қайнаған суымызды құйып, бетін жауып қоямыз. Бізге керекті өнімдерді астында описанияда қалдыратын боламын. Және де біздің дайын болған етімізді осылай майда кубик тәріздес етіп турап аламыз. Құртымызды алдын ала ыстық сорпа құйып, үстінен езіп аламыз. Наурыз көже ұлыстың ұлы күні жасалатын қасиетті ас. Оған тары, арпа, бұршақ, күріш сияқты 7 түрлі дән мен ақ қосылады. Түркі халықтарының ұғымына 7 саны қасиетті саналғандықтан, наурыз көжеге де 7 түрлі дәм қосылады. Етіміз пісті, етімді сүзіп алдым. Ендігі кезекте арпамызды қосып, 15 минут көлемінде қайнатамыз. Келесі кезекте күрішімізді салып, тағы 10 минут көлемінде қайнатамыз. Ендігі кезекте тарымызды салып, 5 минут қайнатамыз. Енді дәнді дақылдар пісіп болды. Ендігі кезекте жүгерімізді салып, жақсылап араластырып, астындағы отымызды өшіреміз. Үстіне туралған етімізді саламыз, араластырамыз. Құртымызды салып араластырамыз. Және де соңғы қатығымызды салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Мінекей осымен менің наурыз көжем дайын болды. Дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецептімен жасап көруге кеңес беремін. Толық рецептіні видеода қалай жасалу жолын көре алсаңыз, толық рецептіні астында описанияда қалдыратын боламын. Ұлыстың ұлы күні наурыз құтты болсын. Көктем мен жаңару мерекесінде сіздерге зор денсаулық, бақыт тілейміз. Көктемнің көрікті мерекесі наурыз ырыздық, ынтымақ, бірлік әкелсін. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын. Менімен бірге видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін, қарағандарыңыз үшін рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын.